Сәлем достар, менің есімім Анель-хану, бұл сыр білім парақшасы. Өзім әйелдерге арналған тренингтерді өткіземін. Және көбінесе бұл әйелдердің ең басты мақсаты, келетін мақсаты бұл қынапты тарылту. Не үшін қынапты тарылтады? Ең біріншісі бұл босанғаннан соң, бір бала, екі баладан, одан да көп бала туғанда, қынабы, әйел адам қынабы үлкейеді, тонусы босайды. Және де жыныстық қатынаста күйеуін сезбейді, ләззат ала алмайды. Бұл ең басты мәселе. Оған қоса ауа шығу, зәр шығу, геморрой сияқты проблемаларда болу мүмкін. Көбінесе солай болады. Мына жерде айта кетейін, босанғанда естественный роды болу мүмкін, және де кесарево болу мүмкін. Оған байланысты емес, себебі әйел адам жүктілік кезінде қынабы өзінің денесі босануға дайындалады, яғни қынабы уже босайды, тонусы босайды. Сол үшін көбінесе әйелдер жүктілік кезінде мүмкін сезбей қалады күйеуінде, кейбір сондай өзгерістер болуы мүмкін. Бұл норма, бұл денесі өзі дайындалып жүрді. Сол үшін менде кесарево маған қынап тарылту керек емес дегенде, бұл көбінесе олай емес. Көбінесе разница жоқ. То есть әйел адам босанса, значит, полностью жүктілік кезінен өтсе, значит, бір өзгеріс болған. Әрине, кейбір әйелдерде осындай мәселе болмауы мүмкін, бірақ көбінесе менің тәжірибемде көптеген әйелдермен жұмыс жасаймын, көбінесе осы мәселе ең басты. Енді осы тақырыпқа келсек, қандай жолдары бар? Жыныстық қынапты, әйелдердің қынабын өз қалпына келтіру үшін қандай жолдары бар? Мен өзім тапқаным 7 жолы. Енді айта кетейік. Қараңыз, өзім тренер болған соң, әрине мен өзім жаттығуларды қолдаймын. Оны ол бірінші себебіне жолдарына келейік, кегел жаттығу. Кегел жаттығуына вумбилдинг, инбилдинг, оның көптеген методикалары бар, аттары өзгеше әртүрлі бар. Бірақ мақсаты бір, тренажерлар арқылы, жаттығулар арқылы қынапты өз қалпына келтіру. Менің ойымша бұл ең жақсы жолы, себебі бұл жаттығу. Қынап бұл бұлшықеттерді қалпына келтіру үшін тек жаттығу арқылы келтіруге болады. Бұл ең бірінші. Әрине, бұл фитнес ретінде жаттығу болған соң, көп әйелдер оған жасағысы келмейді, ерінеді, бәріміз адам баласы болған соң, фитнеске де, үйде де жаттығуға қолымыз жетпейді. Сол үшін бұл да кейбір әйелдерге қиын болуы мүмкін, соны жаттығуларды істеу. Кейбір кезде просто жаттығулар жасау, мысалы, тренажер алу мүмкін кейбіреуіне қымбат болуы мүмкін, себебі тренажерлардың да түрлері бар, арзаны бар, қымбаты бар. Соған да байланысты ізденіп көріп, сол ең бірінші жолы. Мен әрине осы бірінші жолын қолдаймын. Менің ойымша бұл ең арзан жолы, және де ең эффективный, ең өзгеріс тез болатын жолы. Это біріншісі. Екіншісі, крем-гель. Кремдерді, мына жерде айта кетейін, көбісі менің видеоларымды алып реклама жасап жатыр. Түрлі кремдер, анау-мынау, бұл бәрі мошенниктер. Мен ешқандай осындай кремдерді жарнамаламаймын. Ладно, ол еркектерге де арналған, әйелдерге де арналған. Осындайлардың сақ болыңыз. Мен ондайды жарнамаламаймын. Крем-гель, қараңыз, түрлері бар, өте көп. Қынапқа жағасыз, ол тарылтады. Ең бірінші айтатыным, әрине, бұл мүмкін өте кішкентай мерзімге беретін өзгеріс. То есть, ол крем жуынып кетеді, бір эффект кішкене де болуы мүмкін, өте кішкене, және де соған сізге окей болса, онда, в принципе, мәселе жоқ. Бірақ та сіз долгосрочно қарасаңыз да, ұзақ мерзімге дейін бұл көмектеспейді. Это как бы шын. Сол үшін соған аласыз ба, көресіз ба, енді өзіңіз қарайсыз. Үшіншісі, бұл Қытайдың палочкасы, оны чика дейді. Бұл да өте көп тараған. Оның ең басты, қараңыз, ең басты қалай жұмыс жасайды? Бұл палочканы қынапқа кіргізгенде слизистая оболочка дейді, қынаптың жақтары ісіп қалады. Ісіп қалады и как будто тарылған сияқты, бірақ ол ісіп тұр, және де құрғақ болып қалады. Сол үшін жыныстық қатынаста ауырсыну болуы мүмкін. Көбінесе осындай қолданғаны ауырсынады, ауырады деп айтады. Бірақ та кейбір смазка қолданады, анау-мынау бірдеме табады.
бірақ бұл да бір уақытша мерзімге беретін өзгеріс та. Қайтадан іскеніп кетіп қалса, қынап қайтадан орнына келеді. То есть оны тағы да сіз өзіңіз шешесіз да, аласыз ба, қарайсыз ба дегендей. Инстаграм блогында көбінесе әйелдер, төртінші мен бесінші айтайын да, жолдары бұл ашутаспен бола ма, марганцовкамен бола ма деген екі жолдарын көбісі айтады. Енді қараңыз. Вообще ашутасты мен қарадым да, өзім естімедім шын мәнінде, кішкене зерттеп көрдім. Ашутас жалпы қынапқа арналмаған. Ашутас бір дезинфекция ретінде, басқа бір күйдіретін нәрсе. Вообще ешқандай қынапқа күйдіретін нәрсені вообще қойға болмайды. Күйдірсе, сіз оны сосын қалпына қалай келтіресіз, одан әрі зиян тигізесіз. Сол үшін одан абай болыңыз. Ашутас қынапқа арналмаған, оны тарылту жолдары деп қарастырмаңыз. Жарай ма? Екінші ол марганцовка. Марганцовка дәл сондай, ол да күйдіру мүмкін. Ол да қынапқа кейбірсе спринцевание дейді, бұл да оған арналмаған да. Ең бірінші менің пікірім, өз пікірім, бірдеме қынапқа кіргізу үшін да, салу үшін, вообще денеге бірдеме, оны анализ жасаңыз, гинекологтардан, вообще дәрігерлерден сұрап көріңіз да, марганцовка ешқашан айтпаған. Тем более қынаптың ішіне, да, то есть керек емес, осындай бір керісінше зияны тигізбеу үшін лучше натуральный нәрсемен қарастырыңыз. Гинекологтар, дәрігерлерден өткен, қазіргі таңда өте көп дамыған, түрлері өте көп, да, соларды қарастырыңыз. Мен өзімнің тәжірибемде ешқашан көрмеппін, чтобы гинекологтар марганцовка, ашутаспен тарылт деген нет. Ну, как бы, жоқ, достар. Енді қараңыз, ол менің өз пікірім, да, сіз өзіңіз әрине шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Алтыншы жолға мен филлері, да, бұл жаңадан өзім білген, бұл қынапқа арнайы бір уколдар қояды, және де қынап өзі бітіп, это как бы не операциялық түрге жатпайды. Арнайы бір укол, олны да дәрігерлер қояды, да, қалай это, там косметолог, который именно дәрігер, да, дерматолог, косметологтар ғана істей алады, лицензиясы бар, арнайы оқуы бар, және де қынапты өзі бітіп тарылтады. Бұның бағасы, там, әр укол түрлі бағасы ауысады. Қаншалықты сізге, сіздің қынабына қанша укол керек, оны тек қана сол дәрігер ғана қарап айтады, қаншалықты, бірақ та оның да эффектісі жақсы, там, 1 жылға, 2 жылға болу мүмкін, да. Оны да қарастырыңыз. Филлері, да, дейді оны. Безоперационная, косметологическая, бірдеме мен жазып қоям да, нақты бір қиын, атауы қиын, соны мен айтайын. И ең соңғысы бұл әрине операция. Операция, әрине операция болғанда, оны қалпына келу үшін қайдан уақыт алады. Оны көбінесе болашақта босанудың жоспары жоқ әйелдер осындайды қолданады. Себебі операциядан соң өздері босанбайды, да, только кесарево жағынан. Бұны көбінесе енді көп туған әйелдер мысалға, да, либо опущениясы бар, олар бүкіл операциямен бәрін как бы қалпына келтіреді. Бірақ бұның тек қана бір ең соңғы, менің өз пікірім, ең вообще басқа жолдар жоқ болса, мүмкін вообще ештеңе көмектеспесе, басқа жолдары мен айтқанда жоғарыда, онда ғана операцияға жүгінуге болады деп ойлаймын, да. То есть операция это самый последний вариант, да, осы жерде бүйтіп айтайын. Все, бәрін айттым. Өзіңіз қарайсыз, өзіңіз анализ жасаңыз, қарастырып қойыңыз, сіздің мүмкіншілігіңізге қарай, қаншалықты сіздің қалпыңыз қандай, қынаптың тарылту қаншалықты, біреулерде үлкен, біреуде онша үлкен емес, да, то есть біреуге вообще керек емес мүмкін. Бірақ ақпарат үшін осы видео сізге пайдалы болды деп мен ойлаймын. Міндетті түрде лайк басыңыз, каналға жазылыңыз. Сұрақтарыңыз болса, менің Instagram парақшам сізге пікір қалдырыңыз, қызық комментарий, қызық сұрақтарға мен бөлек осындай YouTubeға видео шығарамын. Рахмет, сау болыңыз.